Саламатсыздар, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздерге текстке эффекті жайлы беру, эффектіні қалай беру жайлы сөз қозғаймыз. Онда бірінші біз алдымен осындай бет құрып алайық. Размері онда мен алдым 10 см, биіктігі ені 15 см. Құрылған беттен кейін мен фонды осы құрылған бетке ат бере кетейін. Енді бұл атты өз еріктеріңізбен берсеңіздер болады. Сосын текст құралын басып жазуды жазып алайық. Енді эффект деп жазайық. Реңін қара түске өзгертейік. Текстіміз жазып алғаннан кейін келесі басқышта осы текстке арт жағына келетін фонды әкеліп алайық. Яғни мындай фон алып келдім. Енді бұл фонды осы бетке ыңғайлап размерін қойып алайық. Беттің, көбісі құрған беттің размерін бірдей алып, енді шамалы осылай ыңғайдарыңызға келтіріп алсаңыздар болады. Келесі кезекте біз астыңғы текстің слойына контролды, тақтадан контролды басып тұрып, дүнтөрдің сол жақ кнопкасын бір шертсек, көріпсіздер ме турасы? Осындай белгі пайда болады. Белгі пайда болғаннан кейін біз үстіңгі фонның слойын таңдаймыз да, маска астың бөлімінде масканы бассақ, фон текстің ішіне енеді. Енді біз киіс құралын таңдап, киістің білесіздер көптеген формалары бар. Біз енді соның ішінде өзімізге ыңғайлы бір форманы таңдап алайық. Осындай үлкейтіп, кішірейтіп, жайлап, осындай белгілер сала бастайық. Енді мұнда таңдауларыңыз көп түрлі таңдау бар. Енді таңдауларыңыз қайсыған түседі, қайсысын ыңғайлы деп қарайсыздар. Біз астыңғы бөлімнен, осы бөлімнен реңдеріне өзгеріс жасайық. Келесі басқышта біз жаңадан слой құрып алайық. Киісті таңдап, әдеттегі киіс таңдап алсақ болады. Слой құрылмай қалған. Астынан бір слой құрып алайық. Жаңадан. Киістің реңін осындай көк түске алайық. Размерін осы формада алып, 2-3 нүкте фигура десек те болады, белгілеп алайық осылай.
мына жерден алайын. Келесіде осы режимнен біз экран бөлімін таңдайық. Сосын ең алдыңғы құрылған слойға барып, соған кішкене градиент берейік. Сол фон болып тұрған слойға біз мына бөлімнен ең соңғы түрін таңдайық, градиенттің. Сосын градиенттің формасы бізге болсын радиальный қойып көрейік. Масштабын көйтейік. Тұнықтыру дәрежесін азайтайық. Енді оның дәрежесі азайту, көйту өзіңіздің жұмысыңыздың қалай шыққанына байланысты көрсеңіз болады. Сонымен жұмысымыз бітті. Енді жерден кішкене реңін өзгертейін. Сонымен жұмысымыз бітті. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.